Қайран Төке, шықпайсың ба сахнаға? Құрметті көрермендер, бүгінгі мерейтойға жер-жерден құттықтаулар жолдануда. Солардың бірі мемлекеттік кеңесші Қарин Ерлан Тынымбайұлының құттықтау хатын табыстау үшін Төлеген ағамыздың төл шәкірттерінің бірі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сарин Қалқаман Айымғазыұлын ортаға шақырамыз. Рахмет. Көзімізден жас шығып толқып кеттік. Мен Төлеген ағаны ең алғаш көрген кезімде 90 жылдардың басы домбырамызды арқалап Арқаттан Абай ауданына келеміз. Көзімді ашып көрген тірі ақын Төлеген аға болды сол кезде. Сол кезде тура менің жасымда екен, жаңа қарап отырсам 45-тен асқан, 46-47 жаста. Ағаның өзінің өлеңі бар ғой. Әкіреңдеп қоямын, әкіммін деп, арқаланып қоямын, ақынмын деп, жоғары жақ жас ақын деген сайын бақ-бақ құсап барады, басым гүлдеп дейді. Біздің бақ-бақ құсап басымыз гүлдеп жатыр мінекей. Төлеген аға әлі сондай, жап-жас. Бір қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Мен енді аманат деген дүние бар ағайын. Әйтпесе ағаларымның алдында сөйлеуге асыққан жоқпын. Мына Астанадан келген аманатты жеткізуге рұқсат етіңіздер. Оқып берейін, я? Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты ақын Төлеген Жанғалиевке. Құрметті Төлеген Жанғалиұлы, сізді 75 жасқа толған мерей тойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Өзіңізді Шыңғыстаудан шыққан ұлылар елінің асқақ рухты ақыны Абай, Шәкәрім, Мұхтар мұрасын насихаттап, бүгінгі жас ұрпақты сөз өнеріне баулып отырған ұлағатты ұстаз ретінде жақсы білеміз және құрметтейміз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев хакім Абайды бір тұтас ұлт болып ұлықтау біздің перзенттік парызымыз екенін өз сөзінде айрықша атап өткен болатын. Бұл бағытта сіздің жасап жатқан жұмысыңыз көпке үлгі деп білемін. Ұзақ жылдар бойы ұлттық әдебиетіміз бен мәдениетімізді өркендетуге үлкен үлес қосып келесіз. Қаламыңыздан туған кесек туындылар Шыңғыстаудың шындығын, атом мен ақынның тілдесуін жүректерге оңалған ойдың сәулесін түсіріп, ел мен жердің сан тарау тағдырын жеткізді. Қарауылдай қарт ананы қарөлеңге арқау етіп, қалың қазаққа қасиет ұқтыруды мәңгілік парызым деп білесіз. Өміршең өлеңдеріңіз өзінің терең мағынасымен, табиғи шынайылығымен, мөлдір тазалығымен оқырманын өзіне баурап алады және үлкен ой салады. Тарихи тақырыптарды да арқау еткен поэмаларыңыз бен балладаларыңыз әлі талай ұрпаққа рухани азық болары сөзсіз. Алдағы уақытта оқырмандарды жаңа туындыларыңызбен қуантып, жұртшылықтың сый құрметіне бөлене беруіңізге тілектеспін. Сізге зор денсаулық және отбасыңызға амандық, бақ-береке тілеймін. Қазақстан Республикасы мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин. Енді мен қайта-қайта сахнаға шығып уақыттарыңызды ала бермеймін. Төлеген ағамыздың шәкіртіміз, өлең жазуды үйреткен, өлең деген өлмес мұраның сондай аяулы екендігін ең алғаш көрсеткен, көзімізді ашқан
ұстазымыз екендігін жүрген жерімізді айтып жүреміз. Төлеген ағаның өлеңдерімен өнер деген өлкеге аяқ бастық, батасын берді, басымыздан сипады, сонау 90-шы жылдар. Қазір осы бір азгем жетістікке жетсек, осы әкеміздің, осы ұстазымыздың арқасы деп түсінемін. Әуелі Алла бір Құдай. Одан кейін төрде Тыныштықбек ағамыз отыр. Тыныш ағамыздың терең тылсымды өлеңдеріне құмартып, Бауыржан ағамыздың балдай балладаларымен өстік. Мұратбек марқұн ағамыздың артында өлмес мұра қалды. Осындай үлкен ағаларымыздың арқасында біз ақын деген атқа ие болып, қазір Алталаштың үстінде ұстазымыз осы кісілер ағаларымыз деп арқа сүйеп, ақыл сұрап жүрміз. Аман болыңыздар ағалар. Енді Төлеген ағаға мен жазған бір өлеңімді оқып берейін. 2017 жылы жазылған еді. Ақсұңқар ақындар мектебінің бір мерейлі мерекесінде. Сонда Алтын Сақа деген өлең осы Төлеген ағама арналған. Тыңда дала, тыңда тау, тыңда дәуір, ақын үшін азап жоқ, мұңнан ауыр, жатырынан жаратып, алыптарды жатыр үнсіз жапанда. Бұл қарауыл, қазаққа құт шаңырақ, ұлылығын көз көріп ұқса құлақ, жерден ауыр қайғысын желден естіп, бота көңіл боздайтын бұлтша жылап. Бұл қарауыл, қазаққа тұтқа болған, ұлық мінез ұлдары ұлтқа қорған, бір ақын бар осы елде, аты мәлім, Алтын Сақа секілді жұртта қалған. Қатар кешті ол, бұл елдің бақпен сорын, біз бағасын білмейміз әттең соның. Жұмыр жердің көресін қасиетін, жұмыр жердің көресін қасіретін, жұлып алып жүрегін қақ бөл соның. Сатылған жоқ, атақ пен мәнсап қуып, сапырған жоқ сарғымыз балсап тұрып, ер деп сеніп жүргендер кетті қанша, елден безіп ордасын алшақ тігіп. Жидебайдың күмбірлі күмбезі құт, түрленеді түскенде күн көзі тік. Қасиетін ақынның сақтап қалды ол, ғасыр дертін елімен бірге жұтып. Жас боп тұнып жастығым мөлдір көзге, кешіп бастан келгенде тағдырды өзге. Шыңғыстаудың шыңдары мен мұндалап, қарсалатын қасқайып, сол бір кезде қарсалатын жыр елі, өлең елі, қарсалатын өмір боп өнегелі. Қарауылдың мұз қатпас өр өзені, қара өлеңнің мызғымас төлегені. Рахмет. Қадірменді ағайын, құрметті өнерсүйер қауым, бүгінгі ағамыздың мерейтойына орай бірнеше құрметті қонақтарымыз құттықтап келіп отыр екен. Ортаға сіздердің зор құрмет қошеметтеріңізбен шақыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Жазушылар Одағының құттықтау хатын табыстау үшін сөз жазушы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, таяуда ғана Қазақ әдебиеті газетінің Абай облысы бойынша тілшісі болып тағайындалған Дәулет Сейсенұлын және Шаған Манапұлын, Қазақстан Республикасы парламентінің мәжіліс депутаттары Ринат Заитов, Ермұрат Бәпи, Қазбек Иса, Мақсат Толықбаевтың сәлемін жеткізіп, құттықтау хатын табыстау үшін Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі Арман Шеризат мырзаны, Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің ректоры Садықов Ерлан Бәттәшұлының құттықтау хатын табыстау үшін Абай музейінің директоры Сағадиев Ұлан Болатұлын шақырамыз. Армысыздар, қадірлі жерлестер. Мына бүгінгі ардақты ақын, арқалы ақын Төлеген Жанғалиевтің тойы ең алдымен семейлік жерлестерінің, одан кейінгі жерде қазақ қаламгерлерінің қара шаңырағы болып табылатын Қазақстан Жазушылар Одағының тойы, ортақ тойы құтты болсын. Бүгін сондай бір миссиямен келіп отырмыз, жақсы миссиямен келіп отырмыз. Енді сіздердің рұқсаттарыңызбен Қазақстан Жазушылар Одағының төрағасы Мереке Құлкеновтың құттықтау хатымен одақтың шапанын иығына жабуға рұқсат етіңіздер. Оған қоса мына
Төлегеннің тойы Алматыда да басталып кеткенін айтсам деймін. Кешегі күні Қазақ әдебиеті газетінде қос бет арнап берілді. Ол әрбір қаламгерге көрсетіле беретін сый емес. Ол жаңағы сол қос бетте ортамызда отырған Айгүл, белгілі қаламгер Кемелбаева қарындасымыздың мақаласы, Төлегеннің ағасы, жақын ағасы, туысы, әлемге әйгілі қаламгер Роллан Сейсенбаевтың лебізі бар. Ал енді Қазақ әдебиеті газетін бүгінгі таңда кім басқарып отыр десек, ол да Төлегенге қатысты шаруа. Бауыржан Жақыпты білесіздер, академик ақын. Ол да өзін Төлегеннің шәкіртімін деп отырады. Мен бүгінгі күні сол Қазақ әдебиеті газетінің 15 мың мүшесінің, жазушылар одағының 1 мың мүшесінің тілегін арқалап алып келіп отырмын. Қадірлі Төлеген Жанғалиұлы, сізді 75 жасқа толған мерейлі тойыңызбен және Абай атындағы театрда өтіп жатқан Қарқуар атты шығармашылық кешіңізбен қазақ еліндегі барша қаламдастарыңыздың атынан шын жүректен құттықтаймын. Данышпан Абай бабамыздың, Шәкәрім мен Мұхтардың елінде дүние есігін ашқан сіз де сол ұлы бабаларыңыздың ізін жалғап, қалам алып, ел көңіліндегі, жұрт көкейіндегі ой мен сезімді тасқа басып, өзіңіздің тарлан ашқан талант екеніңізді дәлелдедіңіз. Сонау киелі Шыңғыстауда Абай сөзінің шырақшысындай болып, байтақ Қазақстанға естірте білдіңіз. Мына жерде енді Төлегеннің кітаптарының аты аталады, оны сіздер де білесіздер, аттап кетейін. Туған ағаңыз өмірден ерте озған дарын иесі Мерғали Ибраевтың атындағы ақындар мектебін ашып, талай буын жас шайырларды өнер бәйгесіне қостыңыз. Қазір өлең өлкесінде танылып жүрген Қалқаман Сарин, Ринат Зайытов, Арман Шеризат, Олжас Қасым, Нұржан Байтөс, Әсем Ережеқызы және басқа жас таланттар сізді өзін өлеңге баулыған ұстаз санайды. Кейбір жазған жырларыңызға ән жазылып, Абай елінің, Абай облысының гимніндей шырқалып жүр. Ел алдындағы еңбегіңіз еленіп, президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өз қолынан мемлекеттік марапат құрмет орденін алдыңыз. Жамбыл атындағы халықаралық сыйлықтың, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері атандыңыз. Қадірлі Төке, Абай елінің абыройын асқақтатқан жалынды, ойлы, жарқында отты, шырайлы да шұрайлы жырларыңыз жазыла берсін. Төккен маңдай теріңіздің жемісін көріп, ұзақта бақытты ғұмыр кешіңіз. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін. Тойыңыз тарқамасын. Қазақстан Жазушылар Одағы басқармасының төрағасы Мереке Құлкенов. Құрметті қалайық, бүгін Абай облысында үлкен қуаныш той деп айтқым келеді. Төлеген ағамыздан қазір айтар едім мен, бақытты адам деп. Себебі
жаңа ғана Қалқаман Сарин айтқандай, бұл кісінің қаншама шәкірттері бар. Осының адам үшін келешек ұрпақ, ол тамырын тереңге жайды деген сөз. Сондықтан дәл сондай Төлеген аға бақытты деп санайық. Абай атамыз айтқандай, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан деп, болмасаң да ұқсап бақ дегендей, Төлеген ағамыз туған елінде, туған жерінде Абай атамыз болмаса да, Абай атамызға тартып, Абайдың сол топырағында халықтың ақыны болып жүр. Бұл кісі туралы көптеген Фейсбукта да оқып жүрмін. Осыған алдың ұрғаны Сәбет Махмет айтып жатыр, әр жерде Мырзахметов әсет айтып жатыр. Барлығы керемет айтылған. Мен сол сөздің бәрін қайталағым келмейді. Менің жүрегімде тұр. Мен енді бүгін осы Төлеген ағаның қызық той үшін келдім. Сондықтан Төлеген аға, жасай беріңіз, 100 жасаңыз. Мен жанұямның атынан сізге бір кішкентай ғана бір тай подарок етейін. Жылқы малы 25-30 жыл жасайды, енді 25 жылда 100-ге келесіз. Сізге ту сыйлаймын. Рахмет, аман болыңыздар. Армысыздар, өлең сүйер, жыр сүйер, ардақты ағайын, бүгінгі өнердің, өлеңнің тойы құтты болсын. Біз енді аманат арқалап, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің бір топ депутаттары осы бүгінгі ағамыздың мерейтойлы 75 жасымен құттықтап отыр. Мұның ішінде енді барлығын оқып жатпайын, ағамыздың шығармашылығына, жалпы елде жүрген, өзіңізді қашанда арқа тұтып жүреміз деген інілеріңіздің, шәкірттеріңіздің ізгі тілегі. Құрметпен Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттары Ермұрат Бәпи, Қазыбек Иса, Ринат Заитов, Мақсат Толықбаев. Қабыл алыңыз аға. Екінші бір айта кетейін деген дүнием, Төлеген ағамыздың бүкіл шығармашылық жолын, еңбек жолында қатар қызмет еткен жалпы оқырмандары, оның ішінде ойлы оқырмандары, ғалымдар елімізге белгілі. Осы 75 жылдық мерейтойдың қарсаңында жер-жерде мақалалар, өлеңдерін арнап жатты ақындар. Соның барлығын басын қосып, біз енді Ақсұңқар ақындар сыныбының шәкірттері, түлектері, 100-ден астам қазір республиканың түкпір-түкпірінде жүрген шәкірттері бар ағаның. Солар жиналып, сол дүниені бір жинақтап, жинақ етіп шығарсақ деген, ұстазымызға сондай бір сый жасасақ деген ойымыз болған. Соның нәтижесі Шыңғыстауға түскен нұр деген мынандай кітап шығардық. Төлеген ағамыздың жаңағы шығармашылығына арналған. Мұның басы жаңағы Ролан Сейсенбаев ағамыздан бастап, Олжас Сүлейменов, Тұрсын Жұртбай ағамыз, Бауыржан ағамыз, Тыныштықбек ағамыз, барлығының өлеңдері осының ішінде қамтылған, осы кеште отырған қаншама ғалым ағаларымыздың. Сондықтан осы кітаптың тұсауы қазір кешкі дастарханға қалтырып отырмыз, бұл жерге уақыт жоқ деп. Енді ұстазым арнаған бір шумақ өлеңімді оқи кетейін. Шыңғыстауға түскен нұр, ақын ұстазым Төлеген Жанғалиевке. Күлге айналып дегелеңнің тастары, күрсінгенде Шыңғыстаудың аспаны, дүниеге ақын келді шыр етіп, қасіреттен туғалы көз ашпады. Тозақ отын көргеннен соң туасап, көз алдында сөнгеннен соң мың ошақ. Бір ғұмырды төлеп келді ол өмірге, бабалардың тілеуі мен дұғасақ. Арасында бесікпенен мазардың, көз алдында жарты ғасыр уын жұтты ажалдың. Бір ғұмыр туған елдің тауқыметін дәл олай тақсыретін бірге тартып жазар кім? Жүректегі қасіреттің таңбасын өшір алмай тауға дұрды самбасын. Жазу үшін қалам алды қолына, Абай жазған қара өлеңнің жалғасын. Бабаларым қояды деп кешірмей, жырдың отын келеді әлі өшірмей. Шыңғыс тауға нұр боп түскен ақынның жұмбағы да бірге кетер шешілмей. Алдияр ағайын, қымбатты қауым, өнер мерекесі, өлең мерекесі құтты болсын. Енді аманатты қиянат жасамай тапсыруға рұқсат етіңіздер. Астана қаласынан Еуразия ұлттық университетінің ректоры, ұстазымыз Ерлан Бәтташұлы Сыдықовтың арнайы құттықтауы жіберілген болатын. Соны енді барлығын оқып жатпайын, тек бірақ нәрсе
Еуразия ұлттық университеті отандық ғылым мен білімнің дамуына қосқан айрықша үлесі үшін Жанғалиев Төлеген Күлтегін медалімен марапатталады. Соны тапсыруға рұқсат етіңіз. Көп рахмет, шын жүректен құттықтаймыз. Мәртебелі орындарыңызға жайғасуларыңызды сұраймыз. Қадірменді ағайын, ал біз кешімізді әрмен қарай жалғастырайық. Келесі кезекте мерейтой иесіне келіп жатқан құттықтаулардың бірімен таныстырып өтейік. Қадірлі Төлеген, өмірге келсең де, өмірден өтсең де қуанасың. Тіршілік атты тауқымет, жанды қинайтын тылсым құбылыс. Қуанышы санаулы, тауқыметі шексіз. Бұл өмір, шегі де, шеті де жоқ, алып дәрия. Пенде шіркінге ана жерге келесің бе, келмейсің бе, кетесің бе, кетпейсің бе, деген сұрақ қойылмайды. Әр пенденің өз тағдыры бар. Сол тағдыр парағында бәрі сұрыпталып жазылған. Адам боламысың, я айуан боламысың, малшы боламысың, я аңшы боламысың, батыр боламысың, я ақын боламысың, жазмыш қателікті кешірмейді. Төлеген, сен өнерді көтердің, өнер сені көтерді. Сен Дешті Қыпшақтың қасиетті топырағынан жаратылған асылдардансың. Бүгін далаң тірі болса, сен де тірісің. Сен талмай, тамбай, тайсалмай, Дешті Қыпшақты, асыл халқыңды жырлап бақ. Дала ақыны, тілек білдіруші, Қазақстанның белгілі жазушысы, драматург, аудармашы және қоғам қайраткері Ролан Сейсенбаев. Қадірменді ағайын, ал біз құттықтау легін әрмен қарай жалғастырайық. Келесі кезекте құттықтау сөз Республикалық Абай Құнанбаев қорының президенті, Семей қаласының Абай ауданының құрметті азаматы Кәріпжанов Отантай Кәріпжанұлына, филология ғылымдарының докторы, профессор Еспенбетов Араб Слямұлына, ақын Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері Тыныштықбек Әбдікәкімге және Абай журналының директоры Райхан Әбілмансұрқызына беріледі. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізден сахна төріне шақырамыз. Қайырлы кеш, құрметті қауым. Бүгін Абай облысы өңірінде, Семей қаласында, мынау Абай атамыздың атындағы ғимаратта, оның қасиетті сахнасында республикалық шеңбердегі үлкен кеш өтіп жатыр. Мен енді Төлеген туралы көп сөйлеуге де болады, дөп сөйлеуге де болады. Өйткені Төлегеннің өмір жолы, творчестволық жолы көз алдында өтіп келе жатыр. Ұлылар өмірге келген қасиетті Абай топырағында өмірге келген Төлеген қаршадайынан азамат болып қалыптасқаннан бері қарауылдан арқан бойы ұзамай өзінің елінің патриоты ретінде сол елден өзінің ғұмырын, творчестволық ғұмырын жасап келе жатыр. Мен енді Төлеген туралы көп айтпайын деп тұрмын. Оны халық айтып жатыр, жұрт айтып жатыр, ел айтып жатыр. Сондықтан айналайын Төлеген, мен саған інім ретінде, өзінің інім ретінде, сенің ағаң ретінде әр уақытта
сенің жетіп келе жатқан жетістігің үшін біз әр уақытта қуанамыз. Мен енді осында бір 3 миссиямен келіп тұрмын. Бірінші, Абай атамның атындағы республикалық қоғамдық қордың атынан мынау папканы тапсырайын деп тұрмын. Қабыл ал. Одан кейін мынау. Бұл енді оборотта жүрген шапан емес. Өзіңнің размерің. Аманат. Осында өзіңді жақсы көретін жеңгең отыр. Кешегі Мераш ағаның менді қыз ататып кеткен өзіңнің сүйікті жеңешең, бір жанымның анасы, өзіңнің жақсы көретін жеңгеңнің аманатын жеткізейін деп тұрмын. Мына конвертті ешқандай конвертпен шатастырып алмасын деді. Әртемен түрдеп жатқан бұл заразный грипп болып тұр ғой. Құрметті Төлеген бауырым, бүгін тамаша кеш өтті. Қарқуар деген былтыр жинағыңыз шықты. Мынау Фолиант баспасынан Абай жол сериясымен. Сонда ойлағанбыз, Қарқуар деген не нәрсе екен бұл? Сөздіктің біреуінде жоқ Қарқуар деген сөз. Бірде-бір сөздікте. 15 томдықта жоқ, 10 томдықта басқа сөздіктерде жоқ. Бәрін қарадым, өзінен сұрадым. Сонда айтқаны ғой бұл. Жоғалған құс деп. Қарлығаш жоғалып қайта оралды ғой. Біздің үмітіміз осы, Қарқуар да қайта оралып өзіңе шабыт берсе дейміз. Осы 50 жылдан астам шығармашылық еңбегіңде Қарқуарды үнемі іздеп келдің, сағынып келдің. Бұл еліңе, жұртыңа, Шыңғыстауыңа, Абайдың еліне деген сағыныш болады. Міне осы бір сағыныш әрі қарай жалғасын тапса екен, Қарқуарың қайта оралса екен дейтін ізгі тілекті айтқым келеді. Екінші, ақындардың барлығы екі өлең жазса болды, Астанаға тура жөнеледі. Мен ақын болайын, әдеби ортаға барайын, шығармашылық ортаға барайын деп, басқа жерде қысып жүргендей. Сол еш жерге қозғалмай, ұсыныстар болса да, Астана іздемей, Алматын іздемей, осы қарауылында дүниеге келіп, кіндігін кесіліп, сол жерде қалдың, сол жерде келе жатырсың, сол жердің әлі жақсылығында, қуанышында жүретінің сөзсіз. Сен кіндігіңмен сол қарауылыңа, қасиетті Шыңғыстауыңа байланған ақынсың, азаматсың. Үшінші айтпағым, сен ұстазсың үлкен. Ақсұңқар ақындар мектебі дейтін бұл үлкен мектеп. Жаңа Шеризат, Перизаттар айтып жатыр ғой, сол емес пе? Осы 100-ге тақау, 100-ден астам жаңа ақындар түлеп ұшып, қазір қазақ өлеңінің аспанында шарықтап жүрген жайы бар. Ендеше еңбегің зая кеткен жоқ. Бұл еңбегіңде, ұстаздығыңда жана берсін. Енді ағаң ретінде мен өзіңе шапан жаққым келеді.
мерейтойыңыз құтты болсын. Бүгін осы киелі шаңырақта Республикалық Абай журналының редакторы, шәкіртіңіз ақын Мұратбек Оспанов сізге өзі арнап өлеңдерін жолдар еді. Енді өмірдің заңдылығы біреуге ерте, біреуге кеш. Енді Құдайдың жазғанына көнеміз. Аға, енді тілектеріміз сізге журнал атынан, Мұратбек отбасының атынан осы бәрі жазылған. Жеңгемен отырып үйде оқырсыз. Сізге енді шашуымыз, тойға сыйлығымызды қабыл алыңыз. Қадірлі ағайын, мен Төлеген ақынның тұңғыш шәкіртімін. Әрине, соның өзі мен үшін үлкен мәртебе. Мына өлең кеше ғана жазылды, ұстазыма арналады. Өлең жаратылса, беймезгілде ақын ақылында ойлар оянады, кіл-ғасыл. Бір ой, көне бір заманда алтын тақ көмілген қырбасы, бір ой, бақсы жадындағы күн жайлатар жынтасы, бір ой, адам көзді ақ сайтанның сұлбасы, ұрғашы. Бір ой, сусылдаған әзірейіл жебесі, бір ой, ажал теңізіне тербетілген келместің кемесі, жоқ ағашы, шегесі, жұмақтың күндегі жарық шұрқ еткен елесі. Бір ой, алапат толқып жатқан елесі. Бір ой, кванттық заман келесі. Беймезгілде ақын ақылында ойлар оянады, кіл-ғасыл. Біреуі қызырды күткен майшамның балқып аққан мұршасы, біреуі кәдімгі жұпар жайқалған гүл шашы, біреуі тәңір демінде күркіреп өтіп бар жатқан мың ғасыр, біреуі жер шара атты шыр айналған зырласым. Күн қып-қызыл, түн жасыл, барша мұңдылардың мұңдасы, барша көз жасының көңіл көзесіндегі тұнбасы. Қандай ғажап, дәл солайша жаратыла бастауы өлеңнің. Қандай рахат, дәл солайша айналаңа нұр шашу. Отбасымыздан сізге құрмет. Аламына конверттің ішінде хан мұрағы. Сіздердің зор құрмет қошеметтеріңізден сондай-ақ бүгінгі мерейтой иесі ағамызды құттықтап келіп отырған Абай ауданының әкімі Смағұлов Мейіржан мырзаны зор құрмет қошеметтеріңізден сахна төріне шақырамыз. Ассаламалейкум, ардақты ағайын, қадірменді өнерсүйер қауым. Расыменде бұл киелі сахнаға шықпасқа болмады. Және рұқсат сұрап, осы елдің алдында, елдің аманатын арқалап келгеннен кейін ыстық сәлемімізді жеткізуге осы сахнаға шығып тұрмыз. Біріншіден, енді осы қара шаңырақ Абай атамыздың атымен аталатын осы киелі шаңырақта біздің ағамыз, елдің арқа сүйер ағамыз жел жағымызға пана болып жүрген. Бүгінгі таңда елдің жоқтығын жоқтап, барын түгендеп, жаманын жасырып, жақсылығын асырып,
осы әрбір қаламға қондырып, елдің алдына бірнеше кітаппен, әртүрлі сериямен бүгінгі таңда өлең шумақтарына қондырып атқан Төлеген ағамыздың үлкен шығармашылық кешін осы облыс көлемінде облыс әкімі Нұрлан Телманұлының арнайы тікелей қолдауымен үлкен қара шаңырақта өткізіп атқандарыңызға мында бір рахмет айтамыз. Және әрине осы ел болғаннан кейін елдің бірлігін көрсететін ол өнерді, жаңағы өлеңдерді бүгінгі таңда халыққа жеткізіп, әр жүрекке бір серпіліс берген бүгінгі театрға, осы Дариға театрының еңбегі орасан ұшан теңіз деп айтқымыз келеді. Сондықтан осы Дариға театрына үлкен ықыласымызды білдіріп, елдің атынан осы театр ұжымына ықылас гүлімізді де табыстауға рұқсат етіңіздер. Ардақтағайын, енді расымен де бүгінгі кеш бір керемет кеш болды. Оны жаңағы әрбір өлең шумақтарынан, әрбір айтылған осы көріністе жеткізген үлкен ілтипаттан байқадыңыздар. Бұл шын мәнінде бір Төлеген ағамыздың бойындағы бірнеше қасиетті көрдік. Бұғанға дейін байқамаппыз. Шында бұл ағамыздың бойында үлкен бір қорқыныш бар екен. Ол әрбір өлеңде бір пауза көрсеткен, ол расымен де әр қазақтың баласы, оның ішінде осы абайлықпын деген азаматтардың барлығына жүрегіне қаяу салған, кешегі әкелерімізді, ата әжелерімізді дүниеден ерте әкеткен, бүгінгі жастарымыздың дүниеге кемтар болып тууына да себепші отқан атом жарылысы да бұл ағамыздың жүрегінде үлкен серпіліс бар. Әрбір кезеңге келген сайын сол жарылыс еске түсіріп, сол жарылысқа деген сол кекті, сол өшпенділікті өлең шумақтарымен жеткізіп, бүгінгі таңда халықтың бойына соны жеткізе білді деп ойлаймын. Сондықтан осындай кешті сыйлап, осындай халықты бүгінгі таңда елге деген сағынышын өлең шумақтарына жеткізген Төлеген ағамызға мында бір рахмет айтамын. Енді үлкен ағаларымыз ренжімес, расымен де жаңа Араб ағамыз үлкен арабтан жақсы айтып өтті ғой. Бүгінгі таңда ақындарымыз көп әрине, ағаларымыз да көп. Бірақ елдің жоғын жоқтап, елде қалған ағамыз кіндік қамы шынымен де Шыңғыстауға байланып қалған ағамыз осы. Кім келсе де, қай жақтан қандай зиялы қауым өкілі болсын, елде кім бар деп келген кезімізде алдымыздан қалқан боп елдің сөзін сөйлейтін осы ағамызға мында бір рахмет айтқым келеді. Әрқашан жасай беріңіз, мерейтойыңыз құтты болсын. Біз сізбен мақтанамыз, сіз әлі бізге керексіз. Сондықтан көшпейсің бе төке қалаға деген сөзді ұмытып, бұл ағамыз елде қалады. Осы кіндік қамы байланған қарауылдың бүгінгі таңда шырақшысы деп айтсам, артық айтқандық емес. Мерейтойы құтты болсын. Әлі де ағамыздың 80 жасын, 90 жасын, 100 жасын ел боп, халық боп тойлауға нәсіп етсін. Рахмет. Енді елден келгеннен кейін елдің атынан құттықтауымыз бар. Сонымен қатар осы ағамызға, осы сіздердің алдарыңызда ыстық шапалақтарыңызбен иығына шапан жауға рұқсат етіңіздер. Құрмет қошеметтеріңіз, арнайы мінекей елдің сәлемін, Абай ауданының сәлемін жеткізген Мейіржан Смағұлов мырза, құрмет қошеметтеріңіз. Қымбатты жерлестерім, туған туыстарым, Абайлық, Абай облысының азамат-азаматшалары, елден келіп отырған азаматшалар. Бағана кіріп кеткенде киімін вешілкеге іліп жатып, менің жақан досым айтады. Сөз рас. Қазір телевидение ашықпасаң, Инстаграмда ашықпасаң, Фейсбукта ашықпасаң, екі адамның фамилиясы аталып жүр дейді. Біреуі Трамп, біреуі Төлеген Жанғалиев дейді. Мен әлгі сөзді қатты риза болдым шындығында да. Енді өзі осы бір айдай болды, бір жарым айдай болды. Шәкірттерім арқасы шығар. Әйтпесе сола жаңағы фейсбугіңізді менің соткіңді мен көп білмейтін адам шуылдатып жіберді. Төлеген ағамыз 75-ке толып жатыр деп. Шәкіртсіз ұстаз тұл деген осы міне
сол шуылдатып жатыр. Кеше ғана алдында дәл осы жаңа ғана бізге құттықтап кеткен облысымыздың әкімі Уранқайып мырза, сіздің 75 жастығыңызда немеле жағдайыңыз бар, қалай атап өтесіз дегенде, мен енді осы Семей өңірінде, Семейдің қаланың орталығында бір той жасайын деп отырмын. Шығармашылық кешімді берейін деп отырмын дедім. А дегенде қарауылда болады деп ойлағам. Өзі бағанағы мені мақтап қарауылға әбден байлап тастадыңыздар сіздер. Содан шықпайым ғой деп ойлап қойған. Мына халыққа да барып, ортаңыз бөлек қой, Абай елі бар ғой, Абай облысы бар ғой, солардың алдында бір көрейік дегеннен кейін әуелі Жұлдызбек бауырыммен ақылдастым. Қалайсың, мынау енді осыны постановканы қоя аласың ба? Осыдан 2 жыл бұрын Алматыда бағанағы айтқан Ренат Заитовтың директор болып тұрған кезде осы Жұлдызбегім бар, Арман бауырларым бар, шәкірттерім бар. Алматыда да осындай бір постановка қойғанбыз. Бірақ ол басқа кітап, маңдайымның жазуы деген кітаппен қойғам. 3-4 жыл болды Алматыда. Алматы халқы да жақсы қабылдаған. Міне кеше 2-3 күн болды келгенім өзім. Негізі мен келген бетте келем, тойға келемде түнде қайтып кететін адаммын. Өзі санасам сарылыпты өздері қазір, қарауылға қайтқым кеп. Мына керемет қабылдап жатыр. Кеше Мерей Қарт, менің бауырым, мына Қайрат бауырым, екеуі анау ұлан шәкіртім, барлығында жаңағы музейлердің оқырмандары мен солардың тыңдармандарымен кездестіріп, оны кейін өзіміздің Шағантай, біздің еліміздің келбеті де, келіні де, қызы да, менің Шағантайым кеше колледжде үлкен кездесу өткізді. Соншама қуандым. Бұл Абай облысы деген Кентаудың әніне жазылған менің сөзіммен тік тұрып, анағының гимн қылып, мұғалім шәкірттерінің барлығы тік тұрып қарсы алғанда көзімнен жас шығып кеттім. Шындығында да менің көкейімде жүрген осы еді. Біз Абай облысы, бір кездегі Семей облысы ғой. Бөліп жаратын түгіміз жоқ. Бір үйдің баласындай, бір өзінің сағасындай, біреуі іні болса, біреуі ағасындай деп жүрегіміз соларға тартқан, мен соның ағасындай, бауырындай болған адамдармен мен бүгін қауышып, ортамыз отыр. Мына осыны бастадым, осы күн керемет жылынып кетті қаңтар айында. Жаздың күні сияқты. Осы шілде айы сияқты болды. Сосын ойладым, мүмкін емес. Менің бір ойпыл мінезім бар еді ғой. Бұрқы сарқып болып кететін. Осы қауіпті дедім мен Жәмилашқа. Айтқанымдай бір күнде 2 күн өткеннен кейін боран деген бұрқылдап кетті. Алай-түлей боран, жолдың бәрі жабылды, самолет ұшпай қалды. Темір жолдың өзі әрең келе жатыр. Енді бер қарай келемін деп келе жатырмыз деп қойған адамдар бар. Ойбай, енді қауіптене бастадым. Бірақ ойладым, жоқ, менің өзі ашуым көп болса, 1 күн шығар, 2 күн шығар, 3-ші күні жаймашы уақыттанып қалушы еді ғой деймін. Сыртта қазір біліп тұрғам жоқ, маған аяздап екен. Қайтқаныңыздарға дейін, ол кәміл сенем, жолдарыңыз ашық болады, ол кәміл сенем. Сондықтан көп рахмет. Ниеттеріңізге, ықыластарыңызға көп рахмет. Енді мен өзім халыққа сіңірген еңбегімді бұлдамайтын адаммын. Қарапайым сол елдің ортасында жүріп, бірде мені жазып жүрсем, оның бәрі Абай елінің мен емес, мені өсірген елім ақын деген өлеңім бар мен. Шындығында да мен емес, мені өсірген ел ақын. Сол ел ақынының жоқтаушысы болып, соның жүргенде мен мақтаныш қыламын. 75 жас оңай шаруа емес. Бағана облыстың әкімі Нұрлан Телманұлы менен сұрады. 75 қалай екен деп. Мен жөн жауап бере алмай қалдым. Мен тек қана айттым, енді келдік қой, арғай тағы көреміз деп. Шәкір адамның бір сөзін айтайын дедім, ол кісі басқаша оқып қалама деп үндегем жоқ. Негізі көп тентек сөз шәкір адамда бар ғой, оның көбінің біреуін сол кісінің өз аузымдан айта салуыма болушы еді, бірақ ол кісіні ренжіп қалама дедім. Бірақ шындығында да 75 деген оңай жас емес. Бірақ тәуба қазір 2 тізенің кішкене қақсағаны болмаса, елдің ортасында ептеп жүруге жарақ қалған жағдайым бар. Барлығыңызға көп рахмет. Осы төлегеніміз осындай болып жатыр екен, осындай Семейде деп, сонау Астанадан, Алматыдан, жан-жақтан келіп жатқан ағайындарға көп рахмет айтам. Өзім жерлестеріме, бауырларыма рахмет айтам. Енді қарауылда өткізу болушы еді, бірақ енді Семейдің тойын бір көрейік деп, мен де өзімді сіздермен бірге қонақ. Жұлдызбек бауырыма рахмет. Соңырында рахмет айтармыз. Біздің елдің үлкен режиссері, жай ғана режиссер емес, мақтаулы, дағы кетіп қалған режиссер, Астанада тұрады. Бүкіл Астанадағы жұмыстардың бәрін ысырып қойып, Төлеген ағамның
бір кешін өткізіп беремін деп, міне бір ай болды осында келіп жүргеніне. Жұмыс анда қалды, бірақ осында жүр. Ал енді сол Жұлдызбегіме серік болып, менің Естай інім, осы Амангелді бауырым болсын, мына театрдың иесі. Естай бауырым болсын, жаңағы театры. Жастар театры ғой жаңа, қаламат. Жүрегімді жылатады. Өзім жылап отырдым шындығын айтқанда. Мұнаны мен баяғыда жазған өлеңдерім ғой, бірақ соның өзін жаңартып. Бірақ баяғыда жазылғанмен ол да әлі керек бұл. Әлі керек дүниелер бізге есімізге кешегі өткенімізді қайта құлағымыздың түбінде қоңырау соғып отыратын мұндай өлеңдер керек меніңше. Міне соны жасап берді. Дариға театрының жастарына сіздердің аттарыңыздан бүкіл абайлықтар, доғыл жапалақтарыңыз көп рахмет жастарыма. Жұлдызбегіме рахмет. Жұлдызбегімнің жұлдыз оңынан тоя берсін. Соңыра да айтып, рахметімді айтармын. Енді Естай бауырыма көп рахмет. Дариға театры. Мен жана Мержан бауырыма да айтармыз енді. Бұны қарауылдың тек мына біраз ғана бөлігі көрді. Ал енді бұл театр атым зардабы деген бүкіл қарауыл, абай әлі, бүкіл абыралы елі көріп отырған нәрсе ғой. Сондықтан да Мержан Серікболдысұлы жаңағы театрды шақырып ап, дәл қазір болмаса да шақырып ап, қарауылдың жұртына менің жерлестеріме көрсететін шығар деген ойдамын. Оны Дариға театрын солай сендіріп қояйық. Көп рахмет. Бәріңізге көп рахмет енді. Тағы да жолығамыз. 1000 мәрте басымды емін, төлеген деп, мен төрге шығарып, осыншама құрмет көрсетіп жатқан баршаңызға 1000 рахмет. Қадірменді ағайын, құрметті өнер сүйер қауым, осындай қуанышты бөлісіп келіп отырған баршаларыңызға 1000 алғыс. Осымен ақын Төлеген Жанғалиевтің 75 жасқа толуына арналған іс-шара өз мәресіне жетті. Келесі жүздескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Төлеген аға, рұқсат болса өзіңізді сахна төріне шақырып, естелік суретке түсуге. Енді бұл кемел жас. Бұл жасқа келгенде бар, келмегенде бар. Әсіресе біз сияқты полигон аймағында туған азаматтарға 70-ке жету деген ыңғамыз осыны. Тәуелсіздік дейміз енді. Ауыр сырқамай, бүкіл барлық мүшеміз аман есен жетіп отырғанның мен үлкен өзімнің бақытым деп есептеймін. Бала шағамның ортасында елге рахмет, жерге рахмет, елдің басшылығына рахмет. Барлығы облыс басшылығынан бастап, барлығы аяқ табандарына тік тұрып, осы Төлеген ағамыз 75-ке келіпті ғой. Соны атап өтейік деп жатқанда көп рахмет. Шәкірттеріме рахмет. Осыны барлығын біліп, ұстаздарының осындай мәртебесін бір көтеріп тастайық деген ниетпен жасап жатқан шаруа деп оған. Баршаңызға рахмет. Жан-жақтан келіп осы құттықтап жатырсыздар. Енді өмір болса әлде шығармашылықпен айналысамыз. Ақын жалпы ақын қартаймайды. Ақынның жүрегі қартаймайды, және қаламы қартаймайды. Сондықтан да шамамыз жетсе, Алла тағалам денсаулық берсе, әлде бір талай жазатын жоспарларым бар. Иншалла соған жеткізуге жазсын. Еліміз, жеріміз, Қазақстанымыз көтереміз.